Енді энергияға келетін болсақ, біз білеміз, энергияның екі түрі бар. Ол біріншісі кинетикалық, екіншісі потенциалдық. Екеуінің айырмашылығы неде? Кинетикалық энергия ол бізге жылдамдыққа байланысты болады, ал потенциалдық энергия ол биіктікке байланысты болады. Мысалға, кез келген зат, бір машинаны алсақ, бір жылдамдықпен кетіп бара жатса, V деген, оның бір кинетикалық энергиясы пайда болады. Және ол кинетикалық энергиясы KE деп белгіленеді көп жағдайда. Оның формуласы 1/2 масса көбейтілген жылдамдық. Енді потенциалдық энергияға келетін болсақ, кез келген бір зат бір биіктікте тұрса, массасы m дейік, h деген биіктікте тұратын болса, оның бір потенциалдық энергиясы пайда болады. Және оның формуласы масса көбейтілген гравитация көбейтілген биіктік, яғни mgh. Енді қараңыздар, энергия ешқашан ешқайда жоғалмайды. Ол бір түрден келесі түрге ауысуы мүмкін. Мысал ретінде сіздерге мынаны бір есеп келтіре кетейін. Бір масса h деген биіктікте тұрса, оның мен примерно алам, бір потенциалдық энергиясы болады, яғни mgh. Және ол бізге бір 100 джоульға тең болса, бұның бір массасы бар, ол және оны алаттағы жерге қарай жібере салады. Ол былай түсіп келе жатады. Және оның энергиясы потенциалдық энергиядан кинетикалық энергияға ауысады, яғни түрленеді. Мысалы қараңыздар, мына жерге келеді ғой. Сол кезде оның дәл ортасында, h бөлінген 2 дейік. Осы жерге келген кезде потенциалдық энергиясы ода қанша болады? 50 болады. Ал кинетикалық энергиясы ол да 50 болады. 50 джоуль. Ең басында оның жылдамдығы жоқ қой. Сол үшін де кинетикалық энергиясы неге тең? 0-ге тең болады. Ал енді ол жерге түскен кезде, енді түсе беретін кезде, оның потенциалдық энергиясы неге тең болады? 0 джоульға. Себебі оның биіктігі 0. Ал кинетикалық энергиясы 100 джоульға тең болады. Яғни қараңыздар, бұл масса осыншама биіктікте тұрып, жолдың жартысына келген кезде 50 джоулі бар ғой, басында болған. Ол кинетикалық энергияға ауысып кетеді, түрленіп кетеді. Ал ең соңына келген кезде бүкілі кинетикалық энергияға ауысады. Яғни қараңыздар, кинетикалық энергияның формуласы неге тең? 1/2 mv квадрат қой. Осы жерде біз қандай формула шығара аламыз? Потенциалдық энергия mgh, ол соңғы кинетикалық энергияға тең болады. 1/2 mv квадрат. Осыған тең болады. Ол тек осы жағдайда, бірақ басқандай әртүрлі жағдайлар болады. Біз оларды қазір түсіндіре кетеміз. Келесі, мысал қараңыздар. Біз бағана сіздерге жұмысты түсіндірдік қой, енді бір зат жаңағындай S деген қашықтыққа қозғайтын болса, бір күш мына жерге келген кезінде
оның бір жылдамдығы пайда болады. Яғни кинетикалық энергиясы пайда болады. Массасын m деп алайық. Қараңыздар. Жаңа жасалған жұмыс бар ғой. Ол бізде күш көбейтілген дистанцияға тең, иә? Бізде басында бүкіл энергиялардың суммасы неге тең болды? 0-ге тең болды, иә? Бұда ешқандай энергия болған жоқ. Себебі оның жылдамдығы да болған жоқ, биіктігі де ешқандай биіктікте де орналаспаған еді. Ал бірақ соңында оның бір энергиясы пайда болды. Кинетикалық энергиясы. Және ол осы жылдамдыққа тең болды да. Жылдамдыққа байланысты болды. Яғни mv квадрат бөлінген 2, да? Енді қараңыздар. Мына жұмыс, жасалған жұмыс, мына энергияға қалай әсер етті? Соның формуласын сіздерге көрсетем. Мынау дегеніміз бізде сумманы білдіреді. Яғни барлық энергиялардың қосындысы дегенді. Бастапқы энергия қосылған жаңағы атқарылған жұмыс тең болды бізде соңғы энергияға. Мысалға бір шардың мына биіктікте, h деген биіктікте жерге құлауын алатын болсақ, басында потенциалдық энергиясы 100 джоуль болсын, ал бірақ соңында кинетикалық энергиясы 80 джоуль болса, қалған 20 джоуль қайда кетті? Яғни қалған 20 джоуль бізде ауаның кедергі күшіне кетеді. Яғни соңғы энергиямыз бізде мына жағдайда 80 джоуль, ал бастапқы энергиямыз бізде 100 джоуль. Сонда мына жұмыс неге тең болады? Бізде 80 минус 100, яғни минус 20 джоуль. Бізде білесіздер, ауаның кедергі күші бар, және ол затты тоқтатуға тырысады әрдайым. Егер сіздер осы формуланың не екенін жақсылап түсініп алсаңыздар, энергияға байланысты кез келген есепті оңайлықпен шығара аласыздар. Сіздермен бір есеп шығарайық. Мысалға, жазықтықта орналасқан бір массаны осында күшпен тартатын болса, басында ода кинетикалық энергиясы болады, яғни жылдамдығы. Ол 200 джоульға тең болады. Одан кейін осы нүктеге келген кезде оны бір күшпен тартып бастайды. Бір S деген дистанцияға. Ол мына жерге келген кезде кинетикалық энергиясы неге тең болады? 350 джоульға тең болады. Осы жерден бізге осы күштің атқарған жұмысын тапсын дейді. Мысалға, бағана мен көрсеткен формуланы қолданайық. Күштен соңғы энергиялардың қосындысы алынған бастапқы энергиялардың қосындысынан. Мысал қараңыздар. Бізде соңында қандай энергия бар? Кинетикалық энергия ғана бар, я? Потенциалдық энергия жоқ. Ол бізде 350 джоульға тең болса. Ал басында бізде қандай энергия бар? 200 джоуль, я? Тоже кинетикалық. 200 джоульдан азайтсақ, бізде күштің жасаған жұмысы неге тең болады? 150 джоульға. Келесі бір есеп. Бізге осындай бір горка берілген. Басында ол 10 метр биіктікте тұрады.
массасы 3 кг және бастапқы жылдамдығы 0. Және ол осылай сырғанап бастайды. 5 метр биіктікке келгендегі оның жылдамдығын табу керек. Ешқандай кедергі күшін есептемейміз. Яғни кедергі күшін есептемегенде бағана формула бар ғой. Жұмыс тең соңғы энергиялардың қосындысы азайтылған бастапқы энергиялардың қосындысы. Енді қараңыздар. Егер ешқандай күш әсер етпеген болса, мына жұмыс бізде 0-ге тең. Яғни бастапқы энергия тең соңғы энергияға. Басында бізде қандай энергиялар бар? Кинетик энергия қосылған потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия бізде неге тең? 0-ге тең болады, дұрыс па? Ал потенциалдық энергиямыз бізде формуласы қандай? mgh, массасы 3, гравитацион 10 деп алайық, биіктігі 10 метр. Яғни осы жерден 300 джоульға тең. Соңында бізде қандай энергиялар бар? Кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия 1 дейік. Кешін, мынау 1, потенциалдық энергия 1, 2 болсын. Мынау бізде қанша болды? 300 болды. Енді қараңыздар, кинетикалық энергия 2. Масса көбейтілген жылдамдықтың квадраты бөлінген 2. Бізге жылдамдық белгісіз, осын табу керек. Ал потенциалдық энергия 2 бізге неге тең болады? mgh2. H2 осы жерден бізде неге тең? Массамыз 3 болса, гравитация 10 болса, H2 бізде 5 метр. Яғни осы жерден 150 джоульға тең. Мынау бізде 150 болды. Енді осы формулаға барлық сандарын қойсақ, жақшаның мына шетінде, сол жағында бізде қанша болды? 300. Ал мына жерінде кинетикалық энергия бізде мынау ғой. mv квадрат бөлінген 2. Қосылған потенциалдық энергия бізде 150. Мына 150-ді былай қартай өткізсек, 150 тең болады. Масса бізде 3 бөлінген 2 көбейтілген v квадрат. Осы жерден 2-ні көбейтеміз, 3-ті бөлеміз. v квадрат неге тең болады? 150 көбейтілген 2 бөлінген 3 100-ге тең. Яғни жылдамдығымыз 10 метр секундына. Яғни егер бір зат мына жерден 10 метр биіктіктен сырғанап мына жерге келген 5 метр биіктікке келсе, оның жылдамдығы 10 метр секунд болады екен.